Диабеттің екінші формасы бұл метаболик кеселік болып, оның ақыбетінде организм клеткалар тарапынан энергия ретінде істетілудің орнына қанда глюкоза формасында құмшекерлер көбейіп кетеді. Азық ауқат жегенде азық элементтері ас сіңіру жолында молекулаларға айланады. Ол өз кезегінде адам организміне витаминдердің сіңуіне жәрдем береді. Углеводлар, ямаса har түрлі құмшекерлерді өз ішіне алған азық ауқатлар глюкозаға бөлінеді. Глюкоза денемізде көптеген органдар үшін энергия болып табылады. Бірақ глюкозаны энергия ретінде істету үшін глюкоза молекуласы алдын клеткаға кіру керек. Асқазан асты безі глюкозаның клеткаға кіру үшін керекті болған инсулин гормонын істеп шығарады. Ауқаттан кейін қанда глюкоза мықтары көтерілгенде инсулин қан ағымына шығарылып, қандағы глюкозаны клеткаларға алып кіреді. Ал ол өз кезегінде клетканы энергияға тойындырады. Екінші түрдегі диабет болса, бұл инсулинге қарсылық деп аталады. Бұнда клеткалар инсулинге сезімсіз болып, оны хабарын ітібарсыз қалдырады. Глюкоза қанның составында көбейіп кетеді.